Көшпенділер шайқасы. Бұрын соңды кәсіпқой бокс әлемінде мұндай жоба болған емес. Тұңғыш рет Шыңғысханның алтын белдігі сарапқа салынған бәсеке тәуелсіздік күні Елорда төріндегі Жақсылық Үшкембіров атындағы жекпе-жек сарайында өтті. Отандық кәсіпқой бокс көкжиегін кеңіте түскен Сүлеймен промоушн ұйымының жігіттері шаршаланға шабытпен шықты. Алғаш болып біздер Данила Семенов пен Абрахам Табул арасындағы кездесудің куәсі болдық. 21 жастағы қостанайлықтың бұл кәсіпқой рингтегі бар болғаны екінші жекпе-жегі болатын. Ал бұған дейін 22 кездесу өткізген Абрахам Табулдың тәжірибесі бір басына жетіп артылады. Дегенмен Данила сасқан жоқ. Әр раунд сайын қарсыласынан басым түсіп, нәтижесінде ұпай санымен жеңіске жетті. Данила Семенов, Қазақстан. Келесі болып шаршаланға Евгений Павлов пен Али Лаурел көтерілді. Қызылжарлық жас боксшы бұған дейін кәсіпқой рингте 2 кездесу өткізіп, екеуінде нокаутпен аяқтаған еді. Сондықтан да болар, бұл жолы да Павлов мезгілінен бұрын жеңіске жетеді деп ойлағанбыз. Алайда тәжірибелі Али Лаурел соңына дейін беріскен жоқ. Дегенмен төрешілер кездесуден соң Евгений Павловтың басым болғанын растады. Евгений Павлов, Қазақстан. 6 раундқа созылған тағы бір жекпе-жек Бекзат Нұрдәулетов пен Кабиру Товалави арасында өрбіді. 40-тың 40-асына жеткен Товалави бұған дейін 13 кездесуде жеңіске жетіп, соның 10-ында қарсыластарын нокаутқа жіберген тәжірибелі саңлақ. Әуесқой бокстан әлем чемпионы Бекзат Нұрдәулетов кәсіпқой бокстың дәмін енді татып жүр. Марат Жакиевтен тәлім алатын Бекзат дәл қазір бабында. Жақында ғана Қазақстан чемпионатында топ жарған ол Карибуге қарсы кібіртіктеген жоқ. Раунд өткен сайын қарқынын үдетіп, Товалавиді біраз терлетті. Кездесу соңына дейін алма-кезек шабуылмен өрбіген жекпе-жекте Бекзат Нұрдәулетов ұпай санымен жеңіске жетті. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Бекзат Нұрдәулетов, Қазақстан. Жанкүйерлер көңілінен шыққан тағы бір жекпе-жек Бек Нұрмағамбет пен Эммануэль Дансо арасында өтті. Ганалық боксшы WBA тұжырымы бойынша Африка құрлығының чемпионы. 37 рет шаршаланға көтеріліп, соның 32-сінде жеңіске жеткен Дансо 26 кездесуде қарсыласын нокаутпен ұтқан. Ал 2019 жылы Азия чемпионатында алтыннан алқа таққан Бектің кәсіпқой боксқа бет бұрғанына көп бола қойған жоқ. Десе де Бек бұл кездесуде шаршалан қожайыны кім екенін көрсетіп берді. Дансоны бұрыштан бұрышқа қуып жүріп соққының астын алған жерлесіміз техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Бұл кештегі басты жекпе-жек WBO International, WBC Asia, WBO Global белдіктерінің иесі Айдос Ербосын ұлымен бұған дейін жеңіліп көрмеген ганалық Исса Самир арасында өрбіді. Кездесу бастала салысымен Самирді соққының астын алған Айдос Ербосын ұлы жекпе-жекті мезгілінен бұрын аяқтады. 3-ші раундта бірнеше соққымен қарсыласты нокдаунға жіберген Айдос нокаутты да рәсімдеуге дайын тұрған. Алайда Ербосын ұлының қарқынына төтеп бере алмасын түсінген Исса Самир кездесуді жалғастырудан бас тартты. Осымен 15-ші кездесуінде жеңіске жеткен Айдос Ербосынұлы өзіне тиесілі белдіктерді қорғап қана қоймай, алғаш рет сарапқа салынған Шыңғысханның алтын белдігінде қанжығаға басты. Алдағы уақытта келесі жекпе-жекті кез келген әлем чемпионымен шыққым келіп тұр. Кез келген әлем чемпионына дайынмын. Дәл осы рингте кез келген әлем чемпионын күтетін болам. Where are you champions? I'm ready. Иә, Айдос аралық белдіктердің барлығын алып болды. Ендігі меже әлем чемпион атану. Ендеше Ербосын ұлының басты жеңістері әлі алда деп тілейік. Және солай боларына сенейік. Жеңісті күндерде жүздескенше.